Сәлем достар. Соңғы уақытта экстремалды спорт түрлері өте танымал бола бастады. Бұл бізге әдеттегі сұр және күнделікті тәртіптен арылуға көмектеседі. Мұндай ойын-сауықтар адреналиннің бөлуіне, жарқын эмоциялар мен ұмытылмас сәттерді алуға кепілдік береді. Сондықтан әлемде күн сайын мұндай авантюрлық шараларға қатысқысы келетіндер көп. Тіпті қомақты қаражат жұмсау керек болса да. Бүгін біз экстремалды спорт түрлері жайлы айтатын боламыз. Олар ең қызықты ойын-сауық санатына кіреді. Көпшілігі паркур мен батутта секіру элементтерінен тұратын жаңа спорт түрін жоғары бағалайды. Батутта секіру арқылы акробат көптеген күрделі және бір уақытта керемет трюктар орындайды. Сонымен қатар спортшы басқа заттармен жанасуы мүмкін. Мысалы, арнайы тік қондырғылар. Айта кету керек, мұндай қимылдарды орындау үшін сізге ептілік пен тәжірибе қажет. Сондықтан егер сіз өзіңіздің күшіңізге 100% сенімді болмасаңыз, қарапайым жаттығулардан бастасаңыз болады. ақш-та ойлап табылған бұл спорт түрі сол елде бірден танымалдылыққа ие болды. Оның мәні жасанды түрде жасалған құрылымның шыңына шығып, су толтырған бассейнге секіру. Мұнда бәрі кәсіби шеберлер арасындағы сайыс түрінде жасалған және олардың шеберлігі мен физикалық дайындығын арнайы таңдалған қазылар алқасы бағалайды. Критерийлер жүйесі тек өрмелеудің жылдамдығы мен техникалық жақтарын ғана емес, сонымен бірге суға секірудің эстетикасын қамтиды. Егер сіз қарлы шыңдар мен мұхиттан алыс жерде тұрсаңыз, бірақ сноубордты армандайтын болсаңыз, онда бұл спорт түрі сіз үшін. Осындай экстремалды ойын-сауыққа қатысу үшін сізге доңғалақтардағы арнайы тақта және тартқыш күш рөліндегі ат қажет. Ал кейбір спортшылар секіру үшін әртүрлі кедергілер қолданады. Бірақ атап өту керек, барлық трюктар ешқандай сақтандырусыз жасалады және нәтижесінде жарақат алады. Флайбординг өмір бойы ұшуды армандаған адамдар үшін керемет спорт. Оны қатты бетте емес, суда жасау керек. Ол үшін спортшыларды арнайы су бүркегіш, су берілетін құбыр және су зеңбіректі аяқ киім болу керек. Екі қолында су ағынының қуатын реттейтін және ұшуды басқаратын тұрақтандырғыш болады. Нәтижесінде спортшы судың үстінен 10-15 метр биіктікке көтеріліп, керемет трюктар жасайды. Жақсы дайындалған спортшылар көрермендерді таң қалдыратын, өздерінің керемет шеберліктерін көрсететін шоуларда бар. Шынайы экстремалдар үшін тіпті парашютпен секіру қарапайым көрінеді. Олар ондаған шақырым биіктіктен еркін құлау үшін жолға түсіп, мүлдем өзгеше көкжиектерді бағындырады. Стратосферадан секіру тәжірибе ретінде 20 ғасырдың ортасында пайда болды. Алайда қазір бұл сабақ толыққанды спорт түріне айналды. Әртүрлі елдердің экстремалды спортшылары бір-бірімен биіктікпен құлау жылдамдықтарымен жарысуда. Қазіргі рекорд америкалық Google корпорациясының вице-президентіне Алан Юстусқа тиесілі. 2014 жылдың қазан айында ол 44.424 метр биіктіктен секірді. Осылайша алдыңғы 2 шақырымды еңсерді. Құлаудың максималды жылдамдығы сағатына 1322 километрді құрады. Ал видео қызықты болса, лайк басып қойыңдар. Ал видеоларымды жіберіп алмау үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басыңдар. Мен қарапайым қазақ, сау болыңдар.